Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте жұмсақ, өте дәмді әрі өте тез дайын болатын кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Бисмилля. Мискамызға 4 жұмыртқа, 200 грамм қант және шым-шым тұз салып, жақсылап ақ көбік болғанша араластырамыз. Әдемі ақ көбігіміздің үстіне ертілген 100 грамм сары май және дүкеннің 20% қаймағынан 5 ас қасық қосып араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстіне електен өткізілген 320 грамм ұн мен 2 шай қасық қопсытқышты және де жарты шай қасық ванильді қантты қосып, бір келкі масса дайын болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды кекс пісіруге арналған қағаз ыдысымызға құйып, духовкада 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Кексті қағаз ыдысымызда пісіру міндетті емес, қағаз ыдыстар болмаса силиконды ыдыста пісіріп алуға болады. Кексімізді қағаз ыдыста пісірудің бір артықшылығы бетін креммен сәндеп, капкейк түрінде дастарханға ұсынуға болады. Бірақ мен кексімізді қантты ұнтақпен сәндегенді жөн көрдім. Кексіміз өте әдемі болып көтерілді және де өте жұмсақ болып пісті. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазуды және тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.